Қайырлы күн қымбатты қазақ елі, менің подписчиктерім, сәлеметсіздер ма? Мен қазір немерелеріме мынандай кабашкиден жасалған оладик дейміз ғой, сондай пісіргенмін. Енді соны сіздерге пісіріп көрсетейін деп жатырмын. Алдымен кабашкиді аршимыз, артық жерін алып тастаймыз. Қаншалық жасайсыз, көбірек жасағыңыз келсе, кабашкиді де көбірек қосасыз. Мен алдыңғы жасағаныма 4 кабашкимен істедім. Үлкен өткіштен өткіземіз. Бұрындары баяғыда немістермен, орыс әртүрлі ұлттармен көрші болған едік. Армянмен, ұйғыр халқымен. Сол кезде кабашкиді тек қана дөңгелек қылып турап, ұнға аунатып пісіруді білетінбіз. Енді қазір технологияның дамыған кезі, адамдардың өріс ойы өскен кезі ғой. Қазір неше түрлі бұны ПП деуге болады, полезный питанияға жатады. Себебі диетный ғой. Артық бұл жерде еш нәрсе жоқ. Енді кабашкиді аздап татығанша ғана тұздап қоямыз. Тұздап бұдан артық сөл шығады. Ол сөлді сорғытып тастау керек. Үлкен кісілерге өте сүйкімді тағам екен. Жасаңыздар, жеңіздер. Міне енді қараңыздар, арасында бірнеше секундтан кейін мынандай су шықты. Соны алып тастауымыз керек. Мен мұны әзірше басқа ыдысқа көшіре тұрайын. Қатты сығудың да қажеті жоқ. Енді қызып тұрған тапаға май құямыз. Алғашқысына ғана май құйылады. Енді май қызған соң оны котлеттің формасында етіп, өстіп қасықпен құямыз. Бір жағын қызыл қоңыр қылып піскеннен кейін екінші жағын аударып, қақпағын жауып пісіреміз, өте баяу отта. Міне менің кабашкиден пісірген оладигім дайын болды. Ал немерелерім ас болсын. Видео ұнаса, пікірлеріңді жазып, лайк басып кетіңіздер. Рахмет жаңадан қосылып атқан көрермендерге. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.